Дәҗҗал жайлы тақырып сенім тұрғысынан ең маңызды мәселелердің бірі. Өйткені пайғамбарымыз Мұхаммед, оған Алланың игілігіне сәлемі болсын, адамзатқа ескерту жасап, Дәҗҗал жер бетіндегі ең үлкен сынақ екенін айтты. Бұл сынақ адам атаның жаратылғаннан қиямет күніне дейінгі ең ауыр сынақ болмақ. Бұл өте ауыр сынақ болғандықтан, біз бұған аса байыппен қарап, уақыт бөліп, дайындалу жолдарын ойлауымыз керек. Егер Дәҗҗал шықса, өзімізді қалай қорғаймыз? Кейбір адамдар, ой, бұл әлі ерте, менің өмірімде ондай нәрсе болмайды деп ойлауы мүмкін. Бірақ шындық олай емес. Бұл сенің өміріңде орын алуы әбден мүмкін. Бәлкім осы видеоны көріп отырған көрермендердің бірі Дәҗҗалдың шығуына куә болады. Бұл мүмкіндігі аз нәрсе емес. Кейбіреулері сұрауы мүмкін, бұл бірнеше айдан кейін болуы мүмкін бе? Жоқ, бірнеше жыл бар әлі. Бірақ мен, иншалла, дәлелдермен түсіндіріп беремін. Егер мен 3-4 жыл немесе 10 жыл өмір сүрсем, Дәҗҗалды көруі мүмкін. Алланың елшісі бізге оның шығуы жақын екенін сездіруге тырысқан. Ол, бұл 100-деген жылдан кейін болады деп ойлап, оны ұмытып кетуімізді қаламады. Сахих Мүслимде Наввас ибн Самманнан жеткен хадисте бір күн Алланың елшісі бізге Дәҗҗал туралы айтып берді. Біресе дауысын көтеріп, біресе бәсеңдете сөйлеген еді. Яғни бірде жай сөйлеп, мұсылманға оның сынағы жеңіл болады деп жұбатып, бірақ бірде дауысын қатайтып, оның сынағының өте ауыр екенін ескертті. Сол кезде сахабалар бізге ол пальманың артында тұрғандай көрінді деді. Яғни пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, соншалықты нақты сипаттап берген. Кешке біз оған барғанда, ол біздегі қорқынышты көріп, не болды сендерге деп сұрады. Біз, о Алланың елшісі, сен бүгін Дәҗҗал туралы айтып бердің, даусыңды көтеріп, бәсеңдетіп сөйледің. Бізге тіпті ол пальманың артында тұрғандай сезілді дедік. Сонда пайғамбарым саллаллаху алейхи уассалам былай деді: мен сендер үшін Дәҗҗалдан да қатерлі нәрседен қорқамын. Егер мен тірі болып, ол шықса, сендер үшін онымен мен күресемін. Ал егер ол мен кеткеннен кейін шықса, әркім өзі үшін жауап береді. Бірақ Алла әрбір мұсылман үшін менің орныма қорған болады. Бұл сөздер өте ауыр ескерту. Әрбір адам сол заманда өзін өзі қорғайды. Сондықтан бұл әрбір мұсылман үшін маңызды тақырып. Сонымен қатар Дәҗҗал шықпас бұрын көптеген үлкен белгілері болатыны жайлы сенімді хадистерде айтылған. Бұл белгілердің көбісі әлі орын алған жоқ. Демек, бізде әлі де дайындалуға, тәубе етіп, сенімімізді нығайтуға уақыт бар деген сөз. Бұл үміт, бірақ сонымен қатар жауапкершілік. Мысалы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқандай, қиямет жақындамайды. Араб түбегі қайтадан бақ пен өзенге айналмайынша. Қазіргі таңда Арабияда кейбір климаттық өзгерістер байқалғанымен, түгелдей бақ пен өзенге айналды деу ерте. Бұл болашақтағы белгі. Ефрат өзенінің тартылып, астынан алтын таудың шығуы да сенімді хадистерде айтылған. Қазір өзен суы азайып келе жатқанымен, алтын тау көрінген жоқ. Бұл да әлі орын алмаған үлкен белгі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам 3 үлкен бүлік жайлы айтқан. Бірі
жалған сөздер мен өтірікке негізделген бүлік. Екіншісі байлық пен дүниенің сынағы. Үшіншісі қара бүлік. Яғни адамдардың арасынан арандататын, тіпті кімнің кім екенін айыру қиын болатын заман. Бұл бүліктердің кейбір нышандары байқалса да, толық сипаттағы түрлері әлі болған жоқ. Имам Махди қияметтің үлкен белгілерінің бірі. Ол әділ патша, есімі Мұхаммед, әкесінің аты Абдулла болады. Ол шыққанда жер беті әділетке толады. Бірақ ондай сипаттағы адам әлі шықпаған. Демек, бұл белгіде алда. Мединаның қирауы, үлкен шайқастар, Малхама Кубра, Константинополдың екінші рет алынуы. Бұларда сенімді хадистерде айтылған. Алғашқы Константинопол 1453 жыл алынғанымен, хадисте айтылған қайта алынуы Махди бен Иса алейхиссалам заманына қатысты. Бұл оқиғаларда әлі болмаған. Осы белгілер орындалмайынша дәжжал шықпайды. Бірақ бұл бізге тыныш отыруға себеп емес. Керісінше, бұл Алланың бізге берген соңғы мүмкіндігі. Бізге дайындалу керек. Сенімімізді күшейтіп, жүрегімізді тазартып, Аллаға жақындауымыз керек. Себебі бұл белгілер орындалып жатқанда бәрі жылдам өрбиді. Сондықтан кем дегенде 3 жыл уақытымыз бар. Пайғамбарымыз хадисте айтқан, дәжжал шықпай тұрып 3 қиын жыл болады. Бұл хадис Ибн Мәже, Ахмад және Хаким сияқты мұхадистерден жеткен. Бірінші жылы Алла аспанға бұйырып, жауынның 1/3 тоқтатады. Жерде 1/3 өсімдігін шығармайды. Адамдар аштықта сезіне бастайды. Екінші жылы жауынның 2/3 тоқтайды. Өсімдіктің де 2/3 өспейді. Аштық күшейе түседі. Үшінші жылы аспаннан ешқандай жаңбыр жаумайды. Жер ештеңе өсірмейді. Шөп те, егін де жоқ. Барлығы мал қырылады. Тек Алла қаласа, кейбір аздаған жануарларды тірі қалдырады. Сахаба сұрады, о Алланың елшісі, адамдар сонда қалай өмір сүреді? Пайғамбарым саллаллаху алейхи вассалам жауап берді. Ла иляха илlallah, Аллаху акбар, субханаллах, альхамдулилля деген зікірлер олар үшін тамақ орнына жүреді. Яғни, Алланы еске алатын шын мұсылмандардың денесі осы зікір арқылы тіршілік етіп, Алла оларды қолдайды. Бірақ бұл да ауыр сынақ болады. Әлсіз иман иелері сол кезде дәжжалдың келуін тілей бастайды. Өйткені оның қолында азық-түлік, су, жеміс-жидек болады. Хузайфадан жеткен сахих хадисте пайғамбарымыз оған Алланың сәлемі мен салауаты болсын айтты. Адамдарға сондай ауыр заман келеді. Олар дәжжалдың келуін қалап тұрады. Олар, ол келсін, тек бізге тамақ пен су әкелсін дейді. Қиыншылық соншалық. Адамдар, Алла, қиямет келсін, тіпті тозаққа кетсек те, тек есеп басталсын дейді. Яғни, дәжжал сенің өміріңде шығуы әбден мүмкін. Сен 5, 6, тіпті 10 жыл өмір сүрсең, оны көруің ықтимал. Ал бәлкім, ол 100 жылдан кейін шығар. Оны бір Алла біледі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мен қияметке 2 саусақтың арасы сияқты жақын болып жіберілдім деген. Біз 1400 жылдан астам уақыттан кейін өмір сүріп жатырмыз. Бірақ қиямет әлі болған жоқ. Бірақ соңғы жылдардағы оқиғалар оның жақындап қалғанын көрсетіп тұр. Көптеген кіші белгілер орындалып болды. Бұл үлкен белгілердің де жақын екенін білдіреді. Соңында айтарым, дәжжалмен күрес ақылмен немесе ғылыммен емес, дұрыс сеніммен
және қатты иманмен жүзеге асады. Жақында тағы да Дәджәл туралы маңызды ақпараттармен бөлісеміз. Ол кімдерге бірінші кезекте шабуыл жасайды? Оның жәннаты мен тозағы қандай? Кімдер оны танымайды? Оны таңдаудың ең сенімді жолдары қандай? Келесі бөлікте өткізіп алмаңыз. Пікірге жалғасын күтеміз деп жазып кетіңіз. Бұл видео кеңінен таралатын болса, келесі тақырыпты біз тездетіп дайындаймыз. Алла бізге иманымызды нығайта көрсін. Әмин.